Бұғайсың ай? Кір. Ата, көмектесіңші, анау қырып атыр, жойып атыр. Яқтанған нәлет тағы да ма? Қазір. Сабыр ет айналайын, сабыр ет. Айтпақшы, бір-екеуің жүріңдер sana келінге көмектесіп жіберейік. Қалай болады деген ата? Қалай болады екен ата ол деген? Жүріңдер деймін, жүріңдер. Ата бармай-ақ қояйықшы ата, аналар маньяктар қолдарында мылтығы бар ата, бармай. Ей, атаңа нәлет, тағы да ішіп алғансың ба, атаңа нәлет. Мен саған қашан қайтамай? Жеті атаңның асып ет, атаңа нәлет, ішпе деп. Әй шал, айғырларын шығып кетті ғой, қарасайшы. Ой, мына малда. Ей, балалар, сендер былай істеңдер, мынаның қол аяғын байлап, төсекке таңып тастаңдар. Келін, анау арқаныңды, төсегіңді дайында. Мына балдар саған көмектеседі. Көмектесіңдер, мен малға кеттім. Ма ата тастап кете саған дейсің? Жігіттер, көмектесіңдер, көмектесіңдер. Жігіттер, мыналар бөтен адамдар біздің ауылға кіріп кеткен. Әне, басынайын дедіңдер ме әне? Жо, братан, біздер бөтен емеспіз. Біздер қаладан келген балдарымыз ғой. Айтпақшы, брат, таныспайшы, атым тек олап, братан. Ладно, брат, таныспайсың ба? Шешеміз. Чо там, родной, шақырдың ба? Ысқырық шатастырып сияқпын. Айттым ғой мен саған 89-дардың ысқырығын жатта деп. Шиғылы, басыңдар бар. Кет. Там, родной, не істейміз? Ой, тұқлық тема екен, таста, кеттік. Жігіттер, сендерге 2 минут берем. Давайте сибал сияқсы. Братан, біздер атаның айтқанын істемей кете алмаймыз. Аманатқа қиянат жасауға болмайды, братан, күнә оқымаш. Ой, бір пиздес, қиянат жасамайтын айттың ғой сен. Вообще жасаған жоқпын, братан, қашан көрдім мен жасаған? Алдында Каспиге 200 теңге лақтырам деп. Кім лақтырып көт? Енді осы жерде айтпайтын шығарсың, соны. Аманат туралы әңгіме айтпағанда түсінің бе? Қыз тұрғанда бір кішкене қырындайын деп айта қойып едім тіпті. Быт шығардың ғой, енейін тұрғай. Бірақ та. Менің әйеліме не, подкаст жасағыларың келіп тұр ма не? Братан, вообще қырындайын деп отқан жоқ мен сенің әйелің. Сенің еще әйелің вообще түрі онша емес қой. Мен вкусым басқа, братан, айтыңдар жігіттер. Сонда не менің әйелімде не, ұсқынсыз деген келіп тұр ма? Берген! Братан! Брат! Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Аға, айбетпеңізші. Құдай қонақ едік. Рұқсат болса үйіңізге қонып, қымыз ішіп, ет жеп дегендей таңда жолға шығатын едік. Түрлеріңе қараса, айтып тұрған сөздеріңе сәйкес келмейді ғой. Аға, түрімізді қайтесің? Онсыз да қаладан быт-шыт болып шаршап келе жатырық. Кіргізсең кіргіз, кіргізбесең кетейік. Қаладан? Ой, інілерім, кешіріңдер. Төрлетіңдер, құдай қонақ екенсіңдер ғой. Қаладан дедіңдер ғой. Келіңдер, отырыңдар. Рахмет. Әй, құрдастар, ана сұлтанның іздеп жүрген қаладан келгендер ме еді? Егер солар болса, олар біздің үйде. Мен оларды жібермей қоя тұрам. Тезірек келіңдер, Жақсы. Әй, інілерім. Печене жейсіңдер ме? Печене? Жігіттер, естейміз де. Машиняқ тағып қойды? Бара алмаймыз ана жаққа. Жібі күтеді олар сайып. Қарындаш күтті, мүмкін бірдеңе жеп алармыз, Малсың бай, машинаны ойымда отсам. Күтеміз енді. Достар, біз паналайтын үй таптық. Міне. Қазір шай ішіп, ұйықтаймыз. Ой, бүгін өте қызық болды, достар. Шераның ақтөсінің құмырасын сындырып алдық. Машинамыз бұзылды. Енді міне, осы үйге келіп қалдық. Ой, бүгін өте қызық оқиғалар көп болды. Қалалықтар, ұсталдыңдар ма? Бері келіңдер конкретно. Ұштық па, братан? Іңкәр, шыға тұр, сөйлесіп алайық.
Короче, бері келіңдер, бір-бірлеп конкретно. Джиги, по понятиям или по годам? По понятиям конкретно. Джиги, вы не прав конкретно. По черным, по белым, по красным. Ну, орысша күшті естіледі осындай сөз. Джиги, пока мы не начали, никто не желает выйти, а? Не деп кеттіңдер. Конкретно қайдан оны? Кім анау? Ана семіз сақал-сақал болып отырған. Әкеліңдер маған оны. Біз ондайды танымаймыз. Ана қара машинамен келген сендер емес пе? Volkswagen, Гольф. Жоқ, братан, Венто ғой бізде. Вента ма? Вента. Бля, жігіттер, походу бұлар емес. Аналар ауылдан кетіп қалмай тұрғанда кеттік іздеп қайтайық. Кеттік. Давайте конкретно жігіттер. Давай. Тез жүр. Не болған бәріне, братан? Соны айтайын. Іңкәр қайда? Іңкәр! Іңкәр! Телефон тастап кетті. Іңкәр! Не істеп кетті аналар? Әлі жүр ма? Тішіп атыр. Көріп тұрсың ғой, кетпейді олар вообще. Жеги, идея бар менде. Қандай? Короче, машинаны арғы бетіне өтіп кетеміз да. Өтіп кеткенде үшеуміз біреуміз өтіп кетеміз. Сосын сол жақтан ана екі талғанда алдандырамыз. Короче. Сол кезде олар ана жаққа барады. Сол барған кезде сен тихаря машинаға басасың да оталдырасың да қашасың. Мына жердегі тақып кетесің. Ана жақта үшеуміз біреуміз тұрып қой. Сол адам жүгіреді мына жаққа қарай. Қалай? Басқа вариант жоқ нахуй. Еще ана жақта қазір если не дай бог көріп қойып жатса бізді. Мына жақтан екі жақтан алдандырып бірдеңе қылып сен машинаға барасың. Басқа күтіп отыра бермейміз ғой таңға дейін. Жоқ, базар жоқ, идеяң мықты. Бірақ кім барады оған? Маған қарамын, мен бармаймын мына жаққа. Мен жүгіре алмаймын ғой, білесіңдер ме? Еще соңғы кезде билімде... Қойшы. Эльмир, закрой уж. Сен сайпалсың бар ғой. Бля, сайпалсың. Бля, нахуй, мен сен не үшін алып шықтың осындай моментте көмектеспесең? Мынау нахуй алып жүрсің. Бірақ керек болады. Мынағының аузын жауып жек сұрым болып масыл болдың ғой сен. Не шығып қояды, не сиіп қояды, не бел ауырады. Жапшаусың. По идее, брат, осының бәріне сен кінәлісің ғой. Неғып Тиконы араластырып жатсың да? Өзің бармайсың ба сол идеяңа? Ой, бля, пиздесіңдер бар ғой. Еще мен идея айтам, сол идеяға өзім барам, нахуй, көттерін сүрт берем ма осына? Тоқташ. Мынан барлығын былықта сен бізді тық қыз қойып, енді сен отсың спокойно мына Тиконы жіберіп қойып. Қайдағы бір қыз үшін? Не айтпысың сен, Марго? Не айтпысың? Не істеп жүрік, айтшы? Не істеп жүрміз? Ауылдың бір жігіттерінен таяқ жеп, чорт құсап, қашып жүрік. Пиздес болмашы. Ана бір қыздың артынан жүгіріп сенде. Бір нормальный қыз таппайсың ба? Қыз туралы сен айтпай-ақ қойшы. Қыз туралы сен айтпай-ақ қойшы, нахуй. Вообще-то ол менің болашақ әйелім. Мә әйелің, қайда? Қостанайға кетті ғой, бір жігіттің қолынан ұстап. Тыңдамайсыңдар ғой сендер мен айтқанын білесіңдер ме? Екеуің жүріп бассаң мен не айттым сендерге? Айтма, братан, жүрмей-ақ қойшы анау мен чайка дедім. Не только ona подружкалар чайка. Мен вообще тыңдамайсыңдар ғой сендер менің сөздерімді білесіңдер ме? Еще маған говорю, ойбай, масыл оқыған. Мә масыл оқыған. Кетті қызың подружкаларын жинап алып чайкалармен чайка болып, Қостанайдың теңіздің жағасына шыққан. Қайда теңізде? Көтіңді қысы вообще. Теңіз несі нақ? Сендерде достарды біледі. Алло. Дажан, біз балықтамыз. Қайдағы ұсал? Балық аулап жүрміз біз жігіттер. Кілең еркектер, тамағын бердім. Жан, кәз, хабарласам, балық түсті, давай. Ой, толтырысты болдық так боласың. Сен шотшы. Ұраңылмыш. Сен де ағуытсың. Бар кет анларғын. Барсам барайшы. Подкаблучник. Өттің.